Серімбекқызы. Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Мәлік Ғабдуллин атындағы номер 52 жалпы орта мектебінің логопедімін. Ұлы Абай атамыз айтпақшы, мұғалімге сөз ойын сапырылысып айту үшін берілмейді, мұғалімге сөз өзгенің ойына түрткі болу үшін беріледі демекші. Кез келген сабақ алдын ала жоспарлаудан тұрады. Мен сабақты жоспарлау кезінде ерекше білім беруді қажет ететін балаларға қалай көмектесе аламын, қандай әдістерді қолданған тиімді, тағы сол сияқты сұрақтар төңірегінде ойланамын. Бүгін сіздерге тіл кемістігі бар балаларға көмек көрсету және түзету тақырыбында панорамалық сабағымды ұсынамын. Сабақтың мақсаты жалпы тіл кемістігі бар балалармен жұмыс жасау барысында әртүрлі әдістерді қолдану, іріктеп алып балаларға тиімді әсер беретін әдіс-тәсілдерді жұмыстың нәтижесін шығару. Міндеті тіл кемістігі бар балалардың танымдық қабілеттерін қалыптастыру. Логопедия дегеніміз сөйлеу тілі кемістіктерін, оның бұзылу себептерін және болдырмау жолдарын әртүрлі тиімді тәсілдер арқылы кемістіктерді түзетіп, жоюдың тәсілдерін зерттейтін ғылым. Логос, пайдео, тәрбиелеймін, үйренемін деген грек сөзінің түбірінен алынған. Логопедияның негізгі зерттеу объектісі бұл сөйлеу тілінен зардап шеккен адам. Сабақты ұйымдастыру барысында сабақты бастамас бұрын оқушылардың көңіл-күйін смайликтер арқылы анықтап аламыз. Келесіде артикуляциялық жаттығулар жасаймыз. Саңырауқұлақ, ат шауып келеді, тоқылдап, ашуланған қызылып, үйіне тап сияқты бірқатар жаттығуларды жасаймыз. Кез келген жаңаны